Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Бір жасағаннан керемет болып шығатын, дәмі өте керемет, балалық шақтың бал дәмі десе де болатын қатпарлы қаттаманың пияз нанның рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмі сөз жоқ, керемет болып шығатын болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ендеше ең алдыменен ыстық суымызға бір шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде ыстық болу керек. Алдын ала үнилештен өткізіп дайындалып алған ұнымызға суымызды құйып, ең алдымен лопатаның көмегіменен араластырып аламыз. Себебі суымыз ыстық. Одан кейін 3 шай қасық сұйық майымызды үстінен қосып, тағы да жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Лопатаның көмегіменен араластырып, одан кейін қолымызбенен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақтау қамыры болып шығатын болады. Осылай қолдың икеміменен қамырды 5-10 минутқа илеп алдым. Маған 5 минут осылай қолменен илеген жеткілікті болды. Илеп болғаннан кейін пакетімізге салып, жарты сағатқа бөлме температурасына осылай қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін оған деген пиязымызды осылай майдалап турап алатын боламыз. Тұз бұрышын қосып дайындап алдым. Және де сары майымды да ертіп дайындап алдым. Сары майды суы кеткенше 2-3 минут қайнатсаңыздар, сары майларыңыз жаққан кезде самсаңыз болсын, қаттамаңыз болсын, қытырлақ әдем болып шығатын болады. Осылай табамның көлеміне қарай майдалап бөліп алдым. Менде 5 бөлік шықты. Одан кейін қолымызбен осылай жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ертілген сары майымызды жағамыз. Тек ортасына ғана жағатын боламыз. Қарап тұрсаңыздар, мен ортасына ғана жағып жатырмын. Ораған кезде, орап жайған кезімізде майымыз шет-шетіне қатты шығып кетпес үшін мен тек ортасына ғана жағып жатырмын. Салмамызды да ортасына салатын боламыз. Мен шай қасықтан 3-4 шай қасықтан салып отырдым әрқайсысына. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Осылай қолымызбенен рулет тәріздес етіп, топ-домалақ қылып орап алатын боламыз. Барлығын осылай домалақ қылып орап, тағы да осылай дөңгелектетіп орап алатын боламыз. Астыңғы шетін астыңғы бөлігіне жіберіп, үстінен бір басып, морозилькке салып қоятын боламыз. Шетінен істеген сайын морозилькке салып отырасыздар. Ал істеп болғаннан кейін толық барлығын астыңғы бөлігіндегі бірінші салғанды алып, шетінен жайып алатын боламыз. Қалғандарын салып қоя тұрасыздар. Біріншісін кішкене ұн сеуіп жіберіп жайдым. Оқтауды баспайсыздар, жай ғана үстінен жүргізесіздер осылай. Оқтауды бассаңыздар, барлығы жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Осылай оқтаудың көмегімен жайып шығасыздар. Жан-жағына түскен пияздар болса, ештеңе етпейді, солай өзі түседі. Барлығын осылай қолымыздың оқтаудың көмегімен жаймен жайып алатын боламыз. Пиязымыз толық көріне бастаған кезімізде болды деген сөз. Сол кезде табамызға салып пісіріп алатын боламыз. Осылай табамызға салып, қызарғаннан кейін екінші бетін аударып пісіріп ала бересіздер. Екі бетінде қызартып, май құйып отырып пісіресіздер.
екіншісін де салып дәл осылай бетін жауып әрқайсысына 2-3 минут кетті менде. Барлығын толық пісіріп алдық. Керемет болып шықты дәмі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.